Сәлем достар! Бүгін Азияның ең жабайы, дәмді, түрлі түсті елі Вьетнамға саяхаттаймыз. Көшелері өмірге толы, тағамдары аузыңды ағызады, ал адамдары жүрегіңді жаулайды. Ханойдың қайнағаған базарларынан Халонг шығанағының сиқырлы суларына, күріш алқаптарынан ежелгі ғибадатханаларға дейін 10 минутта Вьетнамға ғашық боласың. Вьетнамның шынайы сиқыры оның адамдары. Мұнда әрбір күлкі сені үйдегідей сезіндіреді. Бірде Ханойдың базарында манго алайын десем, әжей маған жеміс беріп қана қоймай, бүкіл өмір тарихын әңгімелеп берді. Тіл білмесем де, күлкі мен ишарат бәрін шешті. Ал аодай киген қыздарды көрдіңдер ме? Бұл Вьетнамның ұлттық киімі. Нәзік әрі стильді. Жергілікті халықтың қонақжайлығы таңғалдырады. Бір кафеге кірсем, иесі маған вьетнамдық кофенің құпиясын үйретіп, тіпті тегін шай ұсынды. Вьетнам көшелері нағыз энергия жарылысы. Ханойдың ескі кварталдарында мотоциклдер зырғып, шай, жібек, қолөнер бұйымдар сатылады. Әр бұрышта тағам иісі аңқиды. Мен жолды кесіп өтем деп қорқып едім, мотоциклдер тоқтамайды ғой. Бірақ жергілікті жігіт, жай жүре бер, олар айналып өтеді деді. Сөйтсем, шынымен солай. Хошиминнің түнгі базарлары басқа әлем. Неон шамдар, көше музыканттары, күлкі мен билер. Мен саудаласып, бамбук қалпақты тегін алдым. Ал Фукуока рауындағы түнгі базарларда маржаннан жасалған әшекейлер мен экзотикалық коктейльдер табылады. Нағыз тропиктік сықыр. Вьетнам асханасы, дәмнің жабайы фестивалі. Фо сорпасы, күріш кеспесі, ет, шөптер мен дәмдеуіштердің ғажайыбы. Бір ыдысты тауысып, тағы сұрадым. Ал баньми? Француз багетінде ет, маринатталған көкөніс, чили және кинза. Көшеде $1 алып өмірің өзгереді. Бір сатушы маған, бұл сэндвичті жеп, Вьетнамды түсінесің деді. Сөйтсем рас. Десертке тропикалық жемістер. Манго, драгонфрут, рамбутан. Көше кафесінде кокос суын ішіп, осыны жеу Вьетнамдағы бақыт. Ал вьетнамдық кофе ше? Сүзілген кофе мен қоюландырылған сүт. Бір жұтымнан кейін ұйқың қашады, бірақ жүрегің билейді. Вьетнамның табиғаты нағыз ғажайып. Халонг шығанағы, изумруд сулары мен мыңдаған таулы аралдары бар ЮНЕСКО мұрасы. Қайықпен жүріп үңгірлерді аралағанда өзімді кинодағыдай сезіндім. Сапаның күріш алқаптары ше? Жасыл толқындар, бамбук көпірлер, жергілікті тайпалардың дәстүрлі киімдері. Мұнда уақыт тоқтағандай. Меконг дельтасында өзенде жүзіп, кокос кәмпиттерін жасап үйрендім. Вьетнамның тарихы да таңғалдырады. Хояндағы ежелгі қала, шамдармен безендірілген көшелер, түнде өзенде жүзетін жарық шамдар. Бір кеште шам қойып тілек тіледім. Сиқырлы сәт. Кучи туннельдері. Вьетнам соғысының ескерткіші. Жер астындағы лабиринттерді аралап, вьетнамдықтардың батылдығына таңғалдым. Вьетнам жай ел емес, эмоция. Халонгтың сиқырлы тауларынан Ханойдың қайнаған базарларына, сапаның жасыл алқаптарынан Хоянның шамдарына дейін бұл ел жүрегіңді жаулайды. Мен мұнда бір апта болдым, бірақ өміріме шытырман қосылды. Достар, Вьетнамға баруды армандайсыңдар ма? Комментарийде қай қаланы бірінші көргің келетінін жаз. Видео ұнаса лайк бас, арнаға жазыл. Келесі шытырманда кездесеміз.